Сәлем. Осы видеоны басқан адамға анимация қызық, немесе жай қол тайып кетті да менің видеома қосылып кетті. Жоқ, негізінде шынды айтсам, бұл видеода біз дәстүрлі анимацияны жасап көреміз. Дәстүрлі анимация деген бұл компьютерлердің шығуынан да бұрын жасалған мультфильмдер. Ол үшін көп қағаздар керек. Бір қағазға кейіпкердің саласын, екінші қағазға соны тағы да салуың керек. Сөйтіп көп қағаздар жиналғанда кейіпкердің қозғалыс мүсіні шығады. Бұны үйде де жасауға болады. Сондықтан мен де осыны істеп көрмекпін. Бұл анимацияны салған кезде мейлінше форманың өзгеріп кетпеуін, немесе оның басқа жаққа шығып кетпеуін қадағалау керек. Менде кішкене қателіктер кетіп қалды, сондықтан олай берсін. Содан ыттан деп отырып сурет салып отқанша 8 минут немесе 20 минут, білмеймін, көп уақыт өтіп кетті. Енді қазір әр кадрдың арасында суретке түсіресің, содан бәрін біріктіргенде бізде анимация пайда болады. Содан видео келді да бітіп қалды.